халық қол өнері бөлімінде Қарақалпақ халқының милли киім-кешектері, безену бұйымлары, сондай-ақ үй рузгерлік бұйымлары көрсетілген. Бұлардың бәрін сол музейдің тикаршысы болған Игорь Витальевич Савицкий бір уақытлары сол ауылма-ауыл, үйме-үй жүріп, яғни сол халықтың арасынан топлаған. Бұл экспонатлардың бәрі 19 ғасырдың ақыры һәм 20 ғасырдың басына тиесілі. Қарақалпақ халқының қол өнері сол тарихи мәдениетіміздің ажыралмас бір бөлігі десек болады. Себебі бұл өнер үлгілері сол өтміш дәуір мәдениетін көз алдымызда сәулелендіруші сондай бір қадірлі бейбаха мирас болып есептелінеді. Қарақалпақ халқы қол өнеріне жүдә бай халық болған. Сондай өнерлердің бірі бұл зергерлік өнері. Зергерлік өнері сондай ең құрамалы өнерлердің бірі болып, бұнда шыдамлықты, пұқталықты һәмде сондай үлкен үтібарды талап ететін болған. Міне бұл жерде көріп тұрғаныңыз сол хаял қызларымыздың безену бұйымлары, бұл зергерлердің сондай, зергерлер тарапынан сондай нәзік талғамменен ісленіп, бұнда зергерлердің барлық шеберлігі көрсетілген. Зергерлер істеген бас киімлер бұл саукеле һәмде төбелік. Саукеле бұл музейіміздің ең бейбаха экспонатларымыздың бірі. Саукелені шебер зергерлер істейтін болған һәм оның қол хақысына жүдә қымбат алатығын болған. Саукеле киізден тігіліп, қызыл ұшыға кезлемеменен қапланып, сондай шеберлікпенен кестеленіп, әр түрлі моншақлар, таслар менен безелген. Оның төбесі тұмақ, екі қапталы, екі шекесінде қапталы саукеле қыраны, маңлайындағы безеу жыға, бірнеше қатарлардан тұратығын моншақлар, алдындағы моншақлар бұл бойда, һәмде артқы тауыз құсының пәріне ұқсаған құйрықшасы халақа деп аталады. Бір уақытлары жауынгерлік қызметін атқарған бұл шлем түріндегі бас киім уақыттың өтуіменен, яғни 18-19 ғасырлерге келіп, сол Қарақалпақ қыз-келіншектерінің той бас киіміне айланған. Бұл музейіміздегі саукелені Савицкий 1956 жылы Мойнақ районында Қазақ-Дария ауыл советінің Тоғызтөре ауылында жасаған Аламбергенова Гүлзира деген апамыздан алып музейдің коллекциясына қосқан, һәмде бұл москвалы реставраторлар тарапынан осындай дәрежеге алып келініп, бүгінгі күнде сол музейіміздің ең бейбаха экспонатларының бірі болып есептелінеді. Оның қасындағы көріп тұрғаныңыз міне төбелік деп айтылады. Төбелік сол жұқа күмістен ісленген бас киім болып, перуза һәм маржан, сондай-ақ басқа да реңлі майда таслар менен безелген. Төбелікті қыз-келіншектеріміз тойда саукеленің жоғарысынан таш сыпатында киетін болған. Сондай-ақ жас қызлар бұны өз алдына да, тойларда өз алдына да киген деген мағлұматлар бар. Хаял қызларымыздың безену бұйымлары, бұлар бас безену бұйымы, көкірек безену бұйымы, һәмде қолға тағылатын безену бұйымлары болып үш түрге бөлінеді. Бас безену бұйымларынан бұл көріп тұрғаныңыздай аребек. Аребекті қыз-келіншектеріміз мұрнының оң тарапіне тағатуын болған. Аребеклер көбінесе күмістен ісленіп, айрым уақытлары алтыннан ісленетін болған. Оның бір шетінің ұшы ішке қайырылып, екінші шетінде оны ілдіретуын ілмек етіп ісленген. Сырғалар хақында айтатуын болсақ, сырғалар тикарында күмістен ісленіп, бірнеше түрлерге бөлінген. Бұлар халқаплы сырға, бүршіклі сырға, шашақлы сырға, сілсінелі сырға, жалпақ, дөңгелек, озалы һәм тағы да басқа түрлері болған. Сырғалардан бұл халқаплы сырға.
Қалқаплы сырға бұл бір құлақтан екінші құлаққа мына иығының астынан өтіп тұратұғын шынжыры, яғни қалқапы бар сырғаны қызларымыз 12 жасынан басылап тұрмысқа шығаман дегенше тағатуын болған. Тұрмысқа шыққаннан кейін бұл қалқап шешіліп, сырғаның өзі сояу сырға деп аталатұғын болған. Көкірек безену бұйымларынан көлемі жағынан үлкен, hamде безелу жағынан да оғада құрамалысы бұл хайкел болып есептелінеді. Хайкел бірнеше бөліклерден құралған болып, оның har бір бөлігінде ірі маржан қасылары болған. Хайкелдің және бір өзгешелігі сонан барат, бұл ортадағы түтікшенің қапталындағы қақпағы ашылып, оның ішіне дуа салынып қойылатұғын болған. Хайкеллердің бірнеше түрлері бар. Бұл қоңыраулы хайкел, шашақлы хайкел болып, бұлардың хайкелдің де бірнеше түрлері бар. Хайкелдің кейін тағылатұғын безену бұйымы бұл шар түйме. Шар түйме деп айтылады. Шар түйме де сол хайкеллердей үлкен ірі маржан қасылар менен, hamде майда перуза қасылар менен безелген. Шар түйме бұл төрт тәреп деген мәнін аңлатады. Айрым мағлұматларға қарағанда, орта дәрмен қожалықтың қызлары ұзатылған кезде хайкелге жағдайлар келмесе, сол шар түймелерді тағып ұзатылатын болған деген мағлұматлар бар. Көкірек безену бұйымларының және бір түрі бұл тұмаршалар болып есептелінеді. Бұлар қызларымызды тіл сұқтан асырайтұғын дуа қызметін атқарған. Бұнда әтібар беретұғын бір нәрсе, бұл безену бұйымларының дерлік әммесі гүмістен ісленіп, бұл біріншіден денсаулыққа пайдалы, екіншіден пәкіліктің һәм опадарлықтың белгісі болып есептелінген. Сондай-ақ бұл безену бұйымларын тағып жүріп кетірген қызларымызда шыққан шыңғырлы сесті басқалардың дыққатын өздеріне тартқан. Бұл қызларымыздың көркіне көрк қосуменен бірге, сондай-ақ оларды тіл сұқтан, жаман көздерден асырайтұғын дуа қызметін атқарған деген мағлұматлар бар. Қол безену бұйымларына бұл білезіклер һәм жүзіклер кіреді. Білезіклердің бірнеше түрлері бар. Бұл бірнеше қатарлы қаслы білезіклер, жалпақ білезік, құйма білезік, перузалы білезік болып бірнеше түрлерге бөлінеді. Қаслы білезіклерді көбінесе жас қызлар тағатуын болған, ал жасы біразға барып үлкен жастағы апалар болса, бұлар жалпақ білезік, емаса құйма білезік тағатын болған. Қол безену бұйымлары ең көп біздерге шекемгі ең жақсы сақланған безену бұйымлары болып есептелінеді.